Олимпиаданың номер 1 есебі. Мынау қандай теңсіздік? Бұл жай ғана логарифмдік теңсіздік емес, негізде айнымалы болатын теңсіздік, иә? Біз негізінің жалпы логарифмдік теңсіздік шешу үшін ол негіздің жағдайына қарайтынбыз. Бізде екі жағдай болатын, негізі 0 мен 1 арасында жатса теңсіздік кері өзгереді, негізі 1-ден үлкен болса теңсіздіктің таңбасы сақталады деген. Бізде негіз айнымалы болғандықтан біз екі жағдай қарастырамыз. Яғни мен екі жағдай қарастырамын. Бірінші жағдай, мына негізіндегі x минус 2 0 мен 1 арасында тұр деп ойлаймын. 0 мен 1 арасында болатын болса, онда теңсіздік 2x минус 3-іміз кіші 24 минус 6x-тан болып кері өзгереді. Түсінікті, иә? Және міндетті түрде логарифмнің анықталу облысын ескереміз. Анықталу облысы бойынша 2x минус 3 үлкен 0-ден 24 минус 6x үлкен 0-ден. Мына анықталу облысының теңсіздіктердің біреусімен ғана қарастырса жеткілікті деп көп адамдар ойлайды, дұрыс емес, ол екі жағдайда қарастыру керек. Екінші жағдай, негізіміз x минус 2-міз үлкен 1-ден болуы мүмкін. Үлкен 1-ден болатын болса, онда теңсіздіктің таңбасы өзгермейді. 2x минус 3 үлкен 24 минус 6x-тан болады. Және міндетті түрде тағы да анықталу облысын ескертемін. 2x минус 3 үлкен 0-ден 24 минус 6x үлкен 0-ден. Бұл да бір жүйе болады. Мынаның шешімі осы екі теңсіздіктер жүйесінің жиынтығы болады. Жиынтық деген бұл екеуісінің бірігуі, иә? Шешімдерін. Шешетін болсақ, бәрін 2-ні қосып жүретін болсам, 2 кіші x кіші 3-тен болады, иә? Екіншіден 6x-ті бері алып келсем 8x, мынаны аралақтысам 27 болады. 8x кіші 27-тен болады. Ендеше x-ім кіші болады 27 бөлінген 8-ден. 27 бөлінген 8 дегеніміз 3 бүтін 8-ден 3 па? 8-ден 3 болады. Үшіншісі 3-ті лақтыр жеріп 2-ге бөліп жүрсем, x-ім үлкен 1,5-тен болады. Төртіншіміз 6x-дің таңбасы минус болғандықтан 24 былай алсам минус 24 болады. Теріс санға бөлгендіктен x кіші 4-тен болады. Мұны осылай болады мынаның шешімі. Тура солай екінші теңсіздікті шеше салам. 2-ні аралақтырсам x үлкен 3-тен болады. Мына жерден мынаған қарама-қарсы шығады. X үлкен 3,8-ден 3-тен болады. Мына екеуі тура мынау сияқты шығады. X үлкен 1,5-тен және x кіші 4-тен болып шығады. Мұны осы екі теңсіздіктер жүйесінің шешімдерінің бірігуі болады екен. Енді әр теңсіздік жеке-жеке координаталарды түзуге салсайық. Сосын екеуінің шешімдерін біріктіре салайық. Так, ең кішісі менде 1,5 қойдым, иә? Екіншісі 2, одан кейін 3 бар ғой. 3,8-ден 3 және 4. Төртеуісін бірдей штырықтаймын. Біріншісі 2 мен 3-тің арасы. Мына жері болады. Екіншісі x кіші 3,8-ден 3-тен. Оны үстіне штырықтай сайын. Үшіншісі x үлкен 1,5-тен. 1,5-тің оң жағы. Плюс x-ке шейін. И төртінші x кіші 4-тен 4-тің сол жағы. Сонда үшеуінде боялып тұрған жері 2 мен 3-тің арасы көрініп тұр. Келсесіздер ғой? Яғни мынаның шешімі 2-ден 3-ке шейін болады. Тура сол екіншісінде штырықтаймын. Жоқ, мына үшеуінің қиылысын алдым. Мынау жүйе ғой. Енді мынаны да қазір қиылысын аламын. Сосын екі шешімнің жиынтығы болғандықтан бірігуін аламын. Так, ең кіші менде 1,5. Екінші 3. Үшінші 3,8-ден 3. Төртінші 4. Тура осылай төртеуінде бір-бірінің үстіне бірінші штырықтаймын. Бірінші x үлкен 3-тен. X үлкен 3-тен деген 3-тің оң жағы. 3-тен плюс x-ке дейін. Екіншісі x үлкен 3,8-ден 3-тен. Ол 3,8-ден 3-тің оң жағы. Негізінен шатсам десеңіздер 2-ден қиылсырып апса, соны қиылсырып сөйтіп жасауға да болады. Үшінші x үлкен 1,5-тен, 1,5-тің оң жағы. Оқшыларға солай өтуге болады. Үшінші x кіші 4-тен 4-тің сол жағы. Сонда төртеуінде штырықталып тұрған жер ол 3,8-ден 3 пен 4-тің арасы. Бұның шешімі 3,8-ден 3-тен 4-ке дейін болады. Бізде осы екеуінің бірігуі жиынтығы болғандықтан жауабы осылардың бірігуі болады. Яғни жауабы 2-ден 3-ке шейін бірігу 3,8-ден 3-тен 4-ке шейін деген жауап болады. Мұны осылай жазған жауапқа біз толық болып бағаладық. Бізден. Айталық, екеуі 10 нүктесінде қиылсын. Бізден ВО бөлінген О-ны сұрап тұр. Енді мынау альфа болатын болса, 2 альфа болатын болса, мына табандағы бұрыш 2 альфа. Келсесіздер ғой?
Енді мынау 2 альфа, мынау альфа болса, 90 болғандықтан үшеуінің қосындысы 180, ендеше 2 альфа мен альфаның қосындысы 90 болады, иә? Бұдан альфа 30 екені шығады. Бұл бізге көп мәлімет береді. Яғни мынаумен де 30 болса, мынау да 30. Мынау да безектесе болады, мынау да 30, мынау да 30. Енді мына екеуі 30 болатын болса, 30 қоссаң 60, ендеше мына бұрышымен де 120 болады. 120 болатын болса, мына жағымен де 60. Енді білмеймін, бұны керек па, керек жоқ, ұмытып қалдым. Так. Енді мынау 120 болса, мына жағда 120, иә? Мен мына жерде x деп алайын. Мына жерде x десем, менде мынауда x болады. 120 болатын болса, так, қалай шығарғанды өзім қылдым ғой. Мынаны бүйтіп шығарыппын. Мына үшбұрыштың өзі тікбұрышты үшбұрыш қой. Тікбұрышты үшбұрыш болғандықтан 30 градусқа қарсы атқан катет гипотенуза жарса, ендеше мынау 2x болады екен. Мынау 2x болса, менде мынау да 2x. Болды, 60-20 бәрі керек жоқын артық тауыппын. Ендеше VO бөлінген O-ды дегеніміз x бөлінген 2x, яғни 1 бөлінген 2 қатынасындай болады екен. Енді екінші есептің идеясы қатты қиын емес. Біреусі y тең x квадрат минус 2x, екіншісі x квадрат. Мынаны түрлендіре саламыз шеңбердің теңдеуіне. Сонда x минус 1-дің квадраты қосылған y минус a-ның квадраты тең бір түріне келеді ғой, мен ұмытып болсам осылай, иә? Мен мынаны түрлендіре салып бүйтіп жасадым. x минус 1-дің квадраты азайтылған 1 деп түрлендіре салдым. Енді біздің әріптестер бұны график әдіспен шығарған. Екеуі жанасу нүктесінде ғана шешімдер болады деген, екеуін жанастырған кездегі мәні. Мынау бізде параболаның теңдеуі. Мынау 1, мынау 0, 2. Содан кейін мынау x минус 1-дің, мынау x-тен 1 деген ол симметриясы болады. Симметриясы болатын болса, мынау x минус 1-дің квадраты болғандықтан шеңбердің центрі 1 нүктесіне жатады. Яғни ол шеңбер мына 1-дің бойында жылжып отырады, иә? Жылжып отырады. Y минус a-ның квадраты тең 1. Радиусы 1-ге тең шеңбер. Енді логически ойласақ, ол шеңбер либо мынаның ішінде жатады, либо сыртында жатады. Енді мына ішінде жатқан жағдайды зерттеу керек шығар, сыртында жатса, ол бүйтіп жатады мынаған жанасып. Келісесіздер, иә? Радиусы 1 болғандықтан, ендеше мына қашықтық бізде 1 болады. Ендеше мына нүкте бізде минус 2 болады. Яғни аның мәні